Мұртаз Қажғалиев, Симен Альдестейн, сеньорлар арасындағы командалық әлем чемпионаты. D4 E6, C4 F5, Голландия қорғанысы. G3 ATF6, піл G2, піл E7, ATF3, рокировка D5. Бұл енді тастан қаланған қабырғалар деп аталады. B3, AC6 және піл A3. Ең басты мақсатымыз мына пілді айырбастау. Өте маңызды пілдердің бірі. Өткені шабуыл жасауға көмектеседі. Алдық және уәзір E7. Ат B5. Мүмкіндік бар болса қарсыластың аумағына кіру. E5, D5, ат D8 және D6. Енді қос соққы және мына атты міндетті түрде пайдалану. Алдық, тура E8, тура D1, ат F7, алдық және C5. Әрине біздің оқшауланған сарбазымыз бар, бірақ сонда да ол бізге көмектеседі. B6-дағы және D6-дағы торларды бақылауға алады. Піл D7 тура B1, енді қорғауымыз керек. Мына атымызды E4. Әрине, мына пілдің мүмкіндігін шектеу, бірақ біз деген болашақта D4 деген тор пайда болады бізде. Ат D4, тура E7 және тура DC1. Мынаны қорғап тұрмыз. D8 және D6. 8 аяқ атымыз келді. Тамаша. Тура D5 және E3. Мынаны әрине қорғауымыз керек. B6 және C6. Жақсы дейді. Сен мынаны алатын болсаң, біз мынаны аламыз. Содан кейін мынаны аламыз. Содан кейін мына сарбаз деген осал сарбаздардың қатарына кіреді дейді. Алдық. Ат F5. Алдық. Енді бір жақсылығы мына сарбаз осал. Бірақ қарсыластың мынандай болашақта шеттегі өтетін сарбазы пайда болуы мүмкін. Бұлай піл F1, тура C2, тура D2, патша G2 және A4. Енді мына керемет екі сарбазды мүмкіндік бермеу қозғалуға. C5, піл B5, H5 және H4. A5, енді A5 деген жүрістің кемшілігі бар. Өйткені мынау артта қалған сарбаздардың бірі болады. Алдық және ат B3. Алдық, тура C2, алдық және тура C4. Тамаша. Мына жерге де шабуыл жасап тұр және мына жерге де шабуыл жасап тұр. F3 былай және ат C3. Мына жерге шабуыл жасау, екіншіден атты D5-ке және мына жерге де шабуыл жасаудың амалы. Былай шах, алдық және тура C6. Әрине, айырбастауға болмайды. Айырбастайтын болсаңыздар, мына сарбаз деген бірден уәзірге айналады. B2, A4, G4, алдық, A3 және тура A2. A6, патша F3. Патшаның белсенділігі өте маңызды дүние. Осыны ұмытпаңыздар. Патша C5, E4, патша B4, E5, патша B3, тура A6 және патша B2. Тура E1. A2, патша E4, A1, алдық және E6. Біз ішіңден қорықпаймыз. Мына сарбазымыз бізге тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Патша B2, патша D5, шах, патша C6 және патша D7. Патшаның қаншалықты маңызды екен және патша деген мына сарбазбен екеуі бірлесіп көмектесе алатынын осындай кезде көресіздер. Патша C5 осы жерде енді өрескел қате болған екен. Патша F7. Шах, тура E8. Енді бұл сарбаздарды тоқтатуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Өйткені жан жақтан шеттегі өтетін сарбаз болатын болса, мынау орталықтағы өтетін сарбаз болатын болса, мынау шеттегі өтетін сарбаз. Бұлай H5 және ақырындап бәрібір сарбаздар деген өз дегеніне жетеді. Себебі бұларды тоқтатуға мүмкіндік жоқ. Алдық. Ене осы жерде біз деген Франсуа Андре Даникан Филидордың біз деген әдістемесін осы жерде есімізге түсіру керекпіз. Уәзірмен патшамен және тураға қарсы. Патша D6 былай және ақырындап біз не істейміз? Ақырындап жақындаймыз. Өйткені ерте ме кеш па цукцванг болады және осы цукцвангты әдемілеп тұрып пайдалану керек. Міне F4, шах, H5. Былай патша E3. Бұның барлығы кезінде Франсуа Андре Даникан Филидор осыны әдемілеп тұрып түсіндірген. Ерте ме кеш па бәрібір цукцванг болады. Цукцванг болғаннан кейін қарсылас бәрібір өзінің
несінен, мына турасынан, немесе біз оған Ж3-ке, Ж2-ке, H4-ке мат қоямыз. Міне осы жерде тағы да біліп алсаңыздар болады. Бұл да маңызды ережелердің бірі. Жалпы эндшпильді жақсылап тұрып зерттеңіздер.